Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қытырлақ болып әдемі болып шығатын самса дайындайтын боламыз. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Егер рецепт сіздерге ұнаса, лайк басып, пікірлеріңізді комментарийде қалдырыңыздар. Менің каналымда бірінші рет болсаңыздар, каналға тіркеліп кетіңіздер. Самсаның қамырын өздеріңіздің отбасы мүшелеріңізге байланысты жасайсыздар. Мен бір пиала жылы суға бір пиала жылы сүт алдым. Оған бір шай қасық тұз саламыз. Және қамыр илейміз. Қамырымыз қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа қамыр болу керек. Ұнның мөлшері де өздеріңіз алған суға, сүтке байланысты кетеді. Қамырымыз түйір-түйір болмай, әдемі тегіс қамыр болу керек. Бетін жауып 15 минутқа тындырып қоямыз. Одан кейін тағы бір рет жақсылап қамырымызды басып шығамыз. Сонда қамырымыз гладкий, әдемі болып шығады. Енді осы қамырды екіге бөліп, домалақтап, тағы 10-15 минут тындырып қоямыз. Осылай бір-екі рет басып, қамырымызды тындырып қоямыз. Енді 15 минуттан кейін қамырымызды алып, жаямыз. Қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Ортасына өздеріңіз қалаған майды жақсаңыздар болады. Пампушка жақсаңыздар болады. Сары май жақсаңыздар болады. Ол өздеріңіздің отбасы жағдайларыңызға байланысты. Майды ортасына жағып, арасын қатты қыспай орап шығамыз. Осылайша жақсылап бұрап, тоңазытқышқа жарты сағатқа целлофан пакетке салып қойып қоямыз. Қамырымыз тоңазытқышта сәл қату керек. Енді начинкасы да бұл өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Мен начинкасына картошка, пияз, фарш және ащы бұрыш пайдаландым. Осылай төрт бұрышты етіп, майда төрт бұрыш етіп, турап аламыз. Қара мұрыш қосып жібердік. Дәміне қарай тұз саламыз. Қаласаңыздар, зіре салсаңыздар болады. Қызыл бұрыш салсаңыздар болады. Және басқа да өздеріңізге ұнайтын приправаларды пайдалансаңыздар болады.
Енді қамырымызды осылай тоңазытқыштан алып, бөліктерге бөліп, видеода көрсетілгендей басып шығамыз. Қамырымызды жайған кезде шет-шет жақтарын ғана басамыз, ортасын қатты баспаймыз. Сонда әдемі қатпарлы болып шығады. Начинкасын салып, өздеріңіздің қалауларыңызша түйесіздер. Мен осылай үшбұрышты етіп түйдім. Бетіне жұмыртқаның сарысына сүт, су немесе өсімдік майын құйып, бетіне жағамыз. Күнжіт сеуіп пісіреміз, ас болсын.